Саламатсыңдар ма балалар? Математика сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы екі таңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмі. Бүгінгі сабақта екі таңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмін үйренесіңдер. Балалар, Әлия мен Сырымның қалай есептегенін бірге шығарып көрейік. 27 мен 3-тің қосындысы 30-ға тең депті. Әлияның есебін баған түрінде тексеріп көрейік. 27-де 7 бірлік бар. 7 бірлікке 3 бірлікті қосқанда 10 болады. Яғни 1 ондық 0 бірлік. 0-ді бірліктердің астына жазамыз. Ал 1 ондықты есімізге сақтаймыз. Енді 2-ге 1 ондықты қоссақ 3 ондық болады. Демек Әлияның есебі дұрыс. Ал енді Сырымның есебін баған түрінде тексеріп көрейік. 30 бен 3-тің айырмасы қаншаға тең екенін бірге шығарайық. Мұнда 0-ден 3-ті азайта алмаймыз. 3 ондықтан 1 ондықты алып береміз. Енді 1 ондықтан 3-ті азайтқанда 7 шығады. Жаңа біз 3 ондықтан 1 ондықты алдық, сондықтан да ол жерде 2 ондық қалды. Демек 30 бен 3-тің айырмасы 27-ге тең. Есептеуді түсіндіріп көрейік. 46 мен 14-тің қосындысын баған түрінде есептеп көрейік. Бірліктерге бірліктерді қосамыз. 6 бірлікке 4 бірлікті қоссақ 10 болады. Яғни 1 ондық 0 бірлік. 0 бірлікті бірліктердің астына жазамыз. Ал 1 ондықты есімізге сақтаймыз. Енді ондықтарды қосамыз. 4 ондыққа 1 ондықты қосамыз. 5 ондық. Енді ойымызға сақтаған 1 ондықты қосамыз. Сонда 6 ондық болады. Демек, қосындының мәні 60-ға тең. Ал енді 60-тан 14-ті азайтып көрейік. Мұнда 0-ден 4-ті азайта алмаймыз. 6 ондықтың 1 ондығын аламыз. 1 ондықтан 4-ті азайтқанда 6 бірлік болады. Жаңа біз 6 ондықтан 1 ондықты алдық, яғни мұнда 5 ондық қалды. 5 ондықтан 1 ондықты азайтсақ 4 ондық. Айырманың мәні 46-ға тең. Ал енді балалар, 85 пен 15-тің қосындысын бірге есептеп көрейік. 5 пен 5-тің қосындысы 10-ға тең. Яғни 1 ондық 0 бірлікке тең. 0-ді бірліктердің астына жазамыз. Ал 1 ондықты есімізге сақтап қоямыз. Енді ондықтарды қосамыз. 8 ондыққа 1 ондықты және есімізде сақтаған 1 ондықты қосамыз. 10 ондық болады. Яғни қосындының мәні 100-ге тең. Ал енді балалар 100-ден 76-ны баған түрінде азайтып көрейік. Бірінші бірліктерді азайтамыз. Біз мұнда 0-ден 6-ны азайта алмаймыз. Яғни 1 жүздікті алып береміз. Яғни 1 жүздігіміз ол 10 ондыққа тең. 10 ондыққа тең. Және біз 10 ондықтан 1 ондықты мұнда бірліктерге алып бергеніміз үшін мұнда 9 ондық қалды. Енді 10-нан 6-ны азайтамыз. 4 қалады. 9 ондықтан 7-ні азайтамыз. 2. Айырманың мәні 24-ке тең. Түсіндіре отырып есепте. Балалар, 6 дециметр 3 сантиметрге 1 дециметр 7 сантиметрді қосу үшін біз өткен сабақтағы ережені есімізге түсіріп көрейік. Әр түрлі өлшем бірліктерінде өрнектелген шамаларды бірдей өлшем бірліктерге айналдырып алып, содан кейін амалда орындаған тиімді. Мысалы 6 дециметр 3 сантиметрді біз 63 сантиметр деп аламыз. Ал 1 дециметр 7 сантиметр ол 17 сантиметрге тең. Енді осыны біз баған түрінде есептеп көрейік. Сантиметр бізде бірдей өлшем бірлік болған үшін сантиметрді астына жазып қоямыз. Енді 3 бірлікке 7 бірлікті қоссақ, 1 ондық 0 бірлік. 0-ді бірліктердің астына жазып, 1 ондықты есімізге сақтаймыз. Ал енді 6 ондыққа 1 ондықты және есімізге сақтаған 1 ондықты қоссақ, бізде 8 ондық болады. Яғни
қосындының мәні 80 сантиметрге тең. Демек 6 дециметр 3 сантиметрге 1 дециметр 7 сантиметрді қосатын болсақ, 8 дециметр 0 сантиметрге тең. Ал енді балалар 8 дециметр 0 сантиметрден 4 сантиметрді баған түрінде қалай азайтамыз? Ол үшін біз мұнда әртүрлі өлшем бірлік көрсетіліп тұрғандықтан бірдей өлшем бірлікке айналдырамыз. 8 дециметр 0 сантиметр ол 80 сантиметрге тең. Осы 80 сантиметрден 4 сантиметрді азайтамыз. Мұнда 0 бірліктің астына 4 бірлікті дәл турасына жазамыз, дәл астына жазу керек, шатасып қалмау үшін. Енді сантиметрді жазып қоямыз. Себебі мұнда өлшем бірліктер бірдей. Біз 0-ден 4-ті азайта алмаймыз. 8 ондықтан 1 ондықты алып береміз. Яғни 10-нан 4-ті азайтсақ 6. Біз жаңа 8 ондықтан 1 ондықты азайттық, сондықтан ол жерде 7 ондық қалды. Демек 80 сантиметр мен 4 сантиметрдің айырмасы 76 сантиметрге тең. Яғни 8 дециметр 0 сантиметрден 4 сантиметрді азайтқанда 7 дециметр 6 сантиметр болады. Балалар, баған түрінде есептеу тәсілі сендерге түсінікті деп ойлаймын. 6 дециметр 3 сантиметр 63 сантиметрге тең. 1 дециметр 7 сантиметр 17 сантиметрге тең. Ал енді балалар осы 63 сантиметр мен 17 сантиметрді азайтып көрейікші. Сантиметрдің астына сантиметр жазамыз. 3 бірліктен 7 бірлікті азайта алмаймыз. Мұнда 6 ондықтан 1 ондықты алып береміз. Яғни 13-тен 7-ні азайтамыз. 6 болады. Жаңа біз 6 ондықтан 1 ондықты азайттық. Бұл жерде 5 ондық қалды. Енді 5 ондықтан төмендегі 17-дегі 1 ондықты азайтсақ, 4 ондық болады. Яғни 63 сантиметрден 17 сантиметрді азайтқанда 46 сантиметрге тең. Балалар, баған түрінде есептеу сендерге түсінікті деп ойлаймын. Ал енді есепті бірге шығарып көрейік. Карате үйірмесіне 40 бала, ал баскетболға одан 12 бала кем қатысады. Ал карате мен баскетболда қанша бала болса, волейболға сонша бала қатысады. Волейбол үйірмесіне неше бала қатысады? Есептің шартын құрап көрейік. Карате үйірмесіне қатысатын баланың саны бізге белгілі. Яғни каратеге 40 бала қатысады, ал баскетболға қатысатын баланың саны белгісіз. Яғни ол баскетболға 12 бала кем қатысады екен. Осы карате мен баскетболда қанша бала қатысса, волейболға сонша бала қатысады екен. Алдымен біз балалар баскетболға қанша бала қатысатын балалардың санын нақты тауып алу үшін біз азайту амалын қолданамыз. Яғни 40-тан 12-ні азайтамыз. 28. Демек баскетболға 28 бала қатысады. Ал енді волейболға қанша бала қатысатын білу үшін біз каратеге қатысатын баланың санына баскетболға қатысатын баланың санын қосамыз. Яғни 40 пен 28-дің қосындысы 68-ге тең. Жауабы волейболға 68 бала қатысады. Балалар, есеп сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңдар балалар.